Құрметті аға бауырлар, назарларыңызға Kia Carnival Nobles комплектациясында автокөлігіміз 2022 жылғы 3.5 бензин 134 мың шақырым жүрген 7 миллион 350 мың теңгеден басталып тұр автокөлігіміз. Өте керемет жағдайда. Қазір толықтай автокөлігімізді тексердік. Бамперімізде кішігірім сарапиналары бар. Сырт бөлігінде тоже кішігірім сарапиналары бар. Атак полировкамен барлығы основной кетеді. И кішігірім мятинасы бар екен. Қазір көрсетіп өтем. Қараңыздар, бізде сарапина мына жерде. Так, и міне осы жерде полировкамен кетіп қалады основной. И мына жерде бір кішкентай мятинамыз бар. А так в целом автокөлік 100% заводтық окрасында. Так, кеттік жалғастырақ. Капот астынан бастап көрсетіп өтейін. Бізде V6 моторымыз орналасқан 3.5. Автокөліктің мотор четко жұмыс жасап тұр. Өте керемет, тап-таза. Қараңыздар. Лонжерондарымыз бізде идеально. Крыломыздың, капоттың барлық болттарын барлығы заводской, бұралмаған. Так, капотымыз заводской биркада. Мотор бізде четко жұмыс жасап тұр. Құп-құрғақ, ешқандай жерінен май ағып тамып тұрған жоқ. Так, линзовый оптикамыз, ДХО, сондай автокөлікте передний парктроник. Так, передний камерамыз жоқ екен. Бізде автокөлікте дистроникіміз бар. Мишлен покрышкасында автокөліктің покрышкасын желательно ауыстырған абзалырақ. Так, 30-35 қана пайыз. Боковой камерамыз бар. Айнамызда кішігірім сарапина. Боковой камерамыз жоқ екен. Кешірім өтінем. Бізде мына жақта BSM датчик слепых зон, бесключевой доступ. Яғни 4 есікте артыңғы бөлігін ашып көрсете берейін. Так, и крышка багажника бізде автокөлік электронды багажникпен. Камерамыз бар, задний камерамыз. Қазір мына орындықты көтеріп қойдым. Тап-таза. Өте керемет жағдайда. Қараңыздар, автокөлік 2-2 және де 3 орындық, детский артында орындықтары бар. Яғни автокөлікте 8-9 орындық. Артыңғы бөлікті көрсетіп өтейін. Міне состояние кожи барлығы идеально, жыртылмаған, сырылмаған, ешқай жері тап-таза. Просто для себя бір химчистка жасап алсаңыздар, енді көзге көрініп тұрған кірлері бар. Так, 12 ваттық разъемымыз мына жерде бізде. Сондай-ақ алдыға қарай 12 ваттық разъем, 2 подстаканнигіміз, автокөлікте USB-ге разъемдар, міне көріп тұрғандарыңыздай. Так, задний шторкаларымыз бар. Міне ар жағында да сондай-ақ 3 сатылы подогрев сиденьямыз, подстаканниктарымыз, артыңғы орындықтар, міне четко барлығы. Сондай-ақ көріп тұрғандарыңыздай электронды есік, электронды яғни терезелеріміз. Ары қарай жалғастырақ. Полный электропакет, жиналмалы айнала, жиналмалы айналаның управлениесі.